Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мынау Аяз атаға қарсы илаймыз атты ойын бастаймыз қазір. Енді бұл жерде кешегі өздерінің жасаған Аяз атаға жазған хаттарың туралы. Бүгінгі тақырып, яғни жиындардың қиылысуы деген тақырып қой. Сондықтан мен кәдімгі функционалдық сауаттылықтан алдым. Яғни күнделікті өздерінің жазған Аяз атаға хаттарындағы тілектерін кіреді ішіне. Мысалы, бірінші недегі тілек кім туралы айтылған? Жасмин және Рахманберді деп тұр. Екінші жиында оқушылар, яғни олар рухани сыйлықсы сұраған ата-анадан, Аяз атадан, ал бірінші жиындағылар олар материалдық сыйлық сұраған. Ортасында қиылысып тұр, екеуі де неге жатады? Ортақ екеуіне мәлімет, сыйлық екен. Осының енді қайсысы орындалатын Аяз атаға байланысты. Аяз ата сіздердің сыйлықтарыңызды топтастырды жиындарға. Және жиындардың қиылысуын осылай түсіндіріп жатыр. Ал Аяз атаның қолына қар сыйладық. Сәлеметсіздер ме оқушылар?